Қайырлы күн баршаңызға. Үй жағдайында ерекше дәмді болып шығатын донер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төсін алып, осылай ірілеу қылып турап шығамыз. Турап болғаннан кейін етімізді маринадтайтын боламыз. Ол үшін бізге етіміздің үстіне қара бұрышты, дәміне қарай тұзды, қызыл бұрышты және соя тұздығын құйып, жақсылап тұрып араластырып 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін қызып тұрған табада азғантай май құйып, екі жағында аударып пісіріп аламыз. Дәл осылай маринадтасаңыздар, еттеріңіз өте дәмді болып шығады. Етімізді қуырып болғаннан кейін барлығын турайтын боламыз. Ең алдымен осылай тауықтың суыған етін турап шығамыз. Кейіннен қиярымызды тураймыз. Мұны да ұзынша етіп турап шығамыз. Қызанағымызды тураймыз. Кейіннен маринадталған огурцымызды, яғни қиярымызды турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін донерімізді жинаймыз. Осылай лаваштың үстіне аздап майонез бен кетчупымызды құйып етімізді саламыз ең бірінші. Тағы да майонез бен кетчупты салып жүреміз. Және де мен бұл жерде үстіне ұсақтап туралған пиязды салдым, қызанақты, тағы да соустарымызды құйып шығамыз. Қиярымызды барлығын дәл видеода да салып шығамыз. Дайын болғаннан кейін лавашымызды орап, мықтап етіп орап, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минутқа қойып алсаңыздар, донерлеріңіз өте қытырлап болып шығады. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.